Төрт жолақты қара шұбар жылан. Қабыршақтылар отрядының сарыбас жыландар тәрізді тұқымдасына жатады. Дүние жүзінде Сицилия аралы мен Апеннин түбегінен бастап Украинаның оңтүстік бөлігі мен Кавказ арқылы Қазақстанға дейін таралған. Республика жерінде Маңғыстауда, Үстірт пен Аралдың солтүстігінде кездеседі. Ұзындығы 160 см. Денесінің үстіңгі жағында ұзына бойына созылып жатқан 4 қара сұр жолақ не қара дақтар болады. Бүйірінде бір қатар майда дақтар орналасқан. Бүйіріндегі қабыршақтар қызғылт не қызғылт сары түсті. Ересектерінде көзінің артынан езуіне дейін созылған қара жолағы бар. Ал жас жыландарда бұл жолақ танау тесігінің көзінің алдына дейін созылады. Ересектерінің үстіңгі ернінің қалқаншалары ашық сары түсті. Көзінің нұрлы қабығы қара, бауыры сарғыш, аздаған дақтар көрінеді. Қысқы ұйқыдан сәуірде оянады. Күндіз және ымыртта белсенді. Маусымда 6-16 жұмыртқа салады. Олардан қыркүйектің соңы қазан айының басына дейін жаңа жыландар шығады. Негізінен ұсақ сүтқоректілермен, құмтышқандармен, құстармен олардың жұмыртқалары кесірткелермен қоректенеді. Қолға тез үйренеді. Мазалаған кезде құйрығының ұшын дірілдетіп дыбыс шығарады. 4 жолақты қара шұбар жылан Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген.